Баршаңызға сәлем, сіздермен бүгін өте дәмді, ауызға салғанда үгіліп тұратын самсаның рецептісімен бөлісетін боламын. Бұл самса минутка деп аталады. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен айранға ас содасын салып, 5 минутқа жылы жерге қойып қоямыз. Оның үстіне тұз және бөлме температурасындағы сары майды салып, барлығын жақсылап біріктіретін боламыз. Достар, алдағы уақытта сіздермен түрлі видео рецепттермен бөлісетін боламыз, сондықтан да каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Араластырып болған соң бағанағы айранды құйып, қамыр елейтін боламыз. Қажетті ингредиенттердің барлығын видеоның астынан описаниядан көре аласыздар. Міне осында қолға жабыспайтын қамыр еленді. Енді бұл қамырымызды тоңазытқышта кем дегенде 1 сағат ұстаймыз. 1 сағат өткен соң тоңазытқыштан алып, барлығын бірдей бөлшекке бөліп шығамыз. Менде әр қайсы 38 граммнан шықты. Әр өлшенген қамырымызды осылайша дөңгелетіп қойып қоямыз. Самсаның салмасына тартылған ет саламыз. Яғни тартылған еттің үстіне тұз, бұрыш салып мөлшермен алдын ала дайындап қоямыз. Ендігі кезекте осы қамырымызды оқтаудың көмегімен дөңгелетіп жайып шығамыз. Жайылған қамырдың үстіне тартылған етті салып, видеодағыдай түйіп шығамыз. Түйудің ешқандай қиындығы жоқ, тек дәл видеодағыдай қамырды бірінің үстіне бірін жабыстырып отырамыз. Ең соңында осындай өте сүйкімді, әдемі болып шығады. Сосын ортасын жақсылап жабыстыратын боламыз. Әйтпесе суы ағып кетуі мүмкін. Соңында формасын келтіріп, дөңгелетіп шығамыз. Дайын болған самсамызды бірден пергамент қағазына орналастырып шығамыз. Сіздерге тағы да бір рет жасалу жолын көрсетейін. Дайын болған самсаларымыздың барлығын пергамент қағазына орналастырып, бір-бірінен алшақ етіп қоямыз, және де бір жұмыртқаны араластырып, самсаларымыздың үстіне жағып шығамыз. Барлығына жұмыртқа жағып шыққаннан кейін самсаларымыз әдемі болу үшін мен ақ және де қара күнжітті араластырып, бетіне сеуіп шықтым. Сіздер болмаса мак сепсеңіздер болады, немесе тіпті ештеңе сеппей қойсаңыздар да болады. Самсамызды 170 градуста шамамен 30-35 минут аралығында беті қызарғанша пісіретін боламыз. Самсамыз осылайша өте әдемі әрі дәмді болып пісіп шықты. Маған дәл осы рецепт өзіме қатты ұнады, сондықтан да сіздерге жасауға кеңес беремін. Астарыңыз дәмді болсын, сіздермен болған Гүлім.